Сәлем, бүгінгі видеода біз Дарын онлайнға жиі қойылатын сұрақтарға жауап беретін боламыз. Қашықтықтан оқыту дұрыс емес, балалар топас болып қалатын болды. Қазіргі таңда жағдайдың үш өрбейтін мүмкіншілік болып тұр. Біріншісі, ол оқушылардың барлығы бұрынғы кездегідей мектептерге барып сабақ оқиды. Өздеріңіз елестетіп көріңіздер. Бір сыныпта 20 оқушы бар. Әр оқушының ата-анасы және де ата-әжесі бар екенін ескеретін болсақ, онда бір оқушы өзінің ғана емес, өзінен бөлек кемінде 80 адамның өмірін қауіп-қатерге төндіретіні айдан анық. Қазіргі статистикаға сүйенетін болсақ, ауырып жатқан адамдардың көп бөлігі 40 жастан асқанын ескеретін болсақ, бұл біздің елімізге өте бір үлкен ауыр соққы болатыны айдан анық. Сондықтан бұл нұсқа бізге тиімді емес. Екінші өрбеу мүмкіншілігі бар жағдай ол оқуды тоқтату немесе кейінге қалдыру. Қазақстан Республикасының Конституциясында жазылғандай, 7 жастан бастап 18 жасқа дейінгі балалар орта біліммен қамтамасыз етілуге міндетті екенін ескеретін болсақ, біз Конституцияға қарсы шыға алмаймыз. Сондықтан бұл нұсқада бізге келмейді. Үшінші өрбейтін жағдай ол осы уақытқа дейінгі жиналған білім мен тәжірибенің арқасында қазіргі жағдайды ескере отырып қашықтықтан оқыту. 2019-2020 оқу жылының 4-ші тоқсанында Дарын онлайн платформасы 2,5 миллионға жуық оқушыны орта біліммен қамтамасыз етті. Демек біз бұл жағдайға дайын екенімізді және де бұл жалғыз дұрыс шешім екенін көрсеткіміз келеді. Дарын онлайн платформасы білім және ғылым министрлігі бекіткен стандарттар бойынша 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі барлық сабақтарды түсіріп болды. Біз білім және ғылым министрлігінің және де халқымыздың бізге арттырған үмітін ақтаймыз деген ойдамыз. Келесі келген бір сұрағымыз, Дарын онлайн сабақтарына көңілім толмады. Өткен оқу жылының 4-ші тоқсан кезінде бұл төтенше жағдайға ешкім дайын болмады. Дәл сол кезде Дарын онлайн платформасында жұмыс жасаған 50-ге жуық мұғалім және де 50-ге жуық командасы өздерінің өмірлерін қауіп-қатерге төндіре отыра 2,5 жуық видео сабақтарды түсіріп шықты. Және де сол видеоларды өңдеп, оларды платформаға салып, видео сабақтардың тесттерін және тапсырмаларын орындап жасап шықты. Өткен оқу жылын аяқталғаннан кейін біз өзіміздің қате-кемшіліктерімізді мойындай отыра, ата-аналармен, мектеп басшыларымен, директорлармен және де оқушылармен жұмыс жасай отырып, олардың пікірлерін ескере отырып, біз өзіміздің платформамызды 100% Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен стандартқа 100% сәйкестендірдік. Жаңа оқу жылына Дарын онлайн платформасы толығымен дайын. Біз өзіміздің қате-кемшіліктерімізді ешқашан жасырған емеспіз және де одан ешқашан қашпаймыз. Біз Дарын онлайн платформасының қолданушыларын қандай да бір қате-кемшіліктерді тапса, біздің жеке Instagram парақшаларымызға немесе аймақтық өкілдерімізге жазып, өз ойларыңызды айтуларыңызды сұраймыз. Келесі жиі қойылатын сұрақтардың бірі бұл сабақтарға қалай қатысыламын. Дарын онлайн платформасындағы кез келген курстарға немесе сабақтарға мүмкіншілік алу үшін сізге бірінші платформаға тіркелу керек. Тіркелуде тұрған ешқандай қиыншылық жоқ. Кез келген әлеуметтік желіні болсын, немесе басқа платформаны болсын, қолдану үшін алдымен тіркеліп өзіңіздің жеке ақпаратыңызды қалдырасыз. Келесі кезеңде сізге барлық курстар мен сабақтардың тізімі шығады. Сол тізімнің ішінен өзіңізге керекті сабақты немесе курсты таңдап, жазылу батырмасын басасыз. Келесі кезеңде өзіңізге ыңғайлы төлем жүйесін таңдайсыз, және де сізге сол курс өзіңіздің жеке кабинетіңізде қолжетімді болады. Қорыта айтқанда, әлемде болып жатқан пандемия әлемді толығымен өзгертті. Әлем енді бұрынғыдай болмайды. Білім жүйесі бұрынғыдай болмайды. Осы айтқан факторлердің барлығын ескере отыра біз алдыға жылжуымыз керек.